ризық сұрап отқан жоқпын ғой дейді. Асырау мәселесі. Мысалы өзіңіз қарасаңыз, ат-тижарату нисфур ризқ дейді. Сауда деген нәрсе, ол ризықтың тек жартысы ғана дейді. Яғни құралың дейді. Сенің күллі оқыған саудаң, шеберлігің, қабілетің, күллі жинаған нәрсеңнің барлығын тіреп әкеліп, бүйтіп, пашкалап әкеліп, мақтанбақшы болатын болсаңыз, ол тек сенің жағы саған бұйырылған еңбек дейді ол. Бірақ енді ризық келу керек. Сол ризықты келтіретін мен дейді саған қарай. Ризықтан адамның соншалықты қорықпайтындығына пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям егер де адам баласы дейді, хараба мен ризқихи кама яхрабу минал маути, өлімнен қашқаны секілді ризығынан да қашса дейді, тексеріп дейді. Ла юдрикуху ризқуху кама юдрикул маут, өлім оған жеткендей ризығы оны тауып дейді бәрі. Олай болса, ризықсыз қорқатын нәрсе ме? Сіз қорқпайтын нәрсе ол. Сен тек біз не істеу керекпіз сонда деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әдемі үйретеді. Қараңыздар. Лау аннакум татаваккалуна алаллахи хаққа таваккулихи, сендер Аллаға лайықты деңгейде тәуекел еткендеріңде, ла разақакумуллаху кама ярзуқут тайра, ана үйінен ұшып шыққан торғайды ризықтандырғандай, сендерді де ризықтандырар еді ғой дейді. Солай Аллаға лайықты деңгейде тәуекел еткен. Олай болса не істеймін? Торғай шатырының астынан таңертең ұшып шығады да, сіз де таңертең үйден шығасыз. Осы екен істейтін нәрсеңіздегі. Сөйтіп барып кәсібіңіз істейсіз, кешке торғай қайтып келеді, сіз де қайтып келесіз. Торғай таңертең қалай ұшып шығады дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, тағду химасын, құрсағы аш болып ұшып шығады да, кешке құрсағы толы болып қайтып келеді дейді. Енді сол торғайдың күні сізге қараған ба? Жер бетінде қай жәндіктің күні бізге қараған, айтыңыздар. Соны айтып отырсыз, мен сенен ризық сұрап отқан жоқпын ғой дейді. Сен неменеге қиналып жүрсің дейді сонша. Нахну нарзуқукум ва ийяхум, ана балаларыңды сен кейде ойлайсың, баламның ризығы да маған жазып қойған шығар деп еңбек. Ол балаңның ризығын бөлек жазғанбыз дейді өзіне. Сен неге сонша қиналасың дейді. Ғұламалардың бірі айтқандай, сен бүгін Алла Тағала егер бүгін біреу дүниеден озып кеткелі тұрса дейді, немесе бүгін қайсысы біреуінен Алла Тағала бүгін ертеңгі күннің намазын талап етті дейді, ешкімнен талап еткен жоқ. Егер Алла Тағала сенен ертеңгі күннің жаңағы намазын талап етпесе, сен неге ертеңгі күннің ризығын талап етесің дейді Алладан. Сен бірінші таңда тұрып алса шаманы сен, торғай сияқты, сосын ұшып шығасың үйіңнен. Сіздікі жалқаулық болмау керек, әлсіздік болмау керек, қолымнан келмейді деген сөзді айтпау керек. Бұл сіздің қолыңыздан бәрі келеді. Адамды солай жаратқан. Қолыңыздан көп нәрсе келеді сіздің. Бірақ бізді жағына бір белгілі бір дипломға оқыған кезде адам, болды, соған қарай өзің шегелеп ұстағансың болды. Ана дипломмен жұмыстан шығып алсаң, отырасың, келесіз, сол тура сондай. Сен басқа нәрседе қолыңнан келеді ғой. Кім айтты сенің ризығыңды сол дипломда тұр деп? Ол тек қана осы дүниенің бір құралдары ғой, болды ғой. Ризық Алланың өзінде, өзінен келеді. Тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, иннар ризқа ла ятлубул абда кама ятлубухул мауту. Өлім сені өз күніне күтіп тұрғандай дейді. Қараңыз, ризық сені күнде күтіп тұрады дейді. Күнде. Өлім сені іздеп жүргендей, ризық та сені іздеп жүр дейді. Бірақ шындап келгенде дейді да, өлімге қарағанда ризық сені көбірек іздейді дейді. Көбірек іздейді. Көбірек өзімізді қорқып тастағанбыз да. Әлемдердің Раббысында тұр күллі ризығың. Сен ғой таңертең шығасың. Бірақ үлестірілген ғой бізге. Көрдіңіз ба? Біз анау ризық біреуге көбірек берген. Сізге бермейді ондай. Неге? Өйткені солай Алланың білімі солай шешті. Егер сізге ананыкіндей берсе, сіз құрисыз. Сосын сізге атыға бермейін деп қалады мына құлға. Мына құл маған ұнап қалды, аман есенге керек қияметке. Соқтан баған осындай ғана беріледі болды.
Сөйтсе қандай наразылық болуы мүмкін егер сіздің ақыретіңіздің бақыты шешіліп жатса. А біреуге көбірек берді, өйткені оның бойында сондай бір қасиеттерін көмектесті. Ол істей алады, аманат қылып бере алады, зекетін бере алады, ұстана алады оны. Көтере алып жатыр аманатты. Кезіндегі Сүлеймен пайғамбар көтергендей өзінің патшалығын мысалы. Әртүрлі адам бар ғой. Соны біз сол жағын түсіну керекпіз. Бәріміз бірдей емеспіз. Абу Зар мысалы, пайғамбар сасымға иман келтірген Ғифар руынан ең әуелгі адам. Оның халықты насихаттауы, халықтың алдындағы беделі өте күшті. Ол барды да бүкіл Ғифар руын шақырып, ең соңында Ғифар руы исламға келді. Енді мына нәрсені қараңыз. Абу Зар келеді айтады, Аллахтың елшісі, мені әмір қылсаңыз қалай болады? Әмірлікті саған бере алмаймын дейді, сен жарамайсың дейді оған. Міне дос қалай айтады. Ол деген үлкен аманат, қияметте ертең үлкен өкініш болады саған дейді. Басқа адамды қоямын дейді. Өйткені жарайтындық керек та. Міне сол жерде біздерде түсіну дұрыс болса Алланың несін, бізде өзі ренжу деген нәрседе болмайды. Мен қандай ризықты көтере аламын, соны береді маған. Қандай ризықты көтере алмаймын, оны бермейді. Ал енді Алла жоқ, ақырет жоқ, біз тек осы дүние үшін өмір сүреміз дегендерге оларға бере береді. Өйткені ол сол ғой бақыт, енді одан кейін жоқ қойған ештеңке. Өзіңіз ойлаңыз. Омар радиаллаху анху пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға келіп қасына, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мынандай құрма ағашының ана жапырақтарының сабағынан ши төсеніш сияқты тоқылған. Соның үстінде пайғамбарымыз жатып, сосын Омар келген кезде ол кісі көтеріледі, арқасында жаңағы іздер жатыр. Енді былай қарасаңыз, Алла тағаланың сүйікті құлы ғой. Омар сол есіктен ойланады, жылап жібереді Омар. Сонда көзіне жас алады. Пайғамбарымыз сұрайды, хаттабты құла неге жыладың дейді. Айтады, Аллахтың елшісі, анау византиялықтар, анау парсылардың патшаларын көріп жүрміз ғой, естіп жүрміз, қандай жағдайда өмір сүріп жатқандарын дейді. Сіздің мынандай бір ши төсеніште жатқаныңызға деп. Сонда пайғамбарымыз қараңыз не деп айтып жатыр. Мына жаңа айттық қой біз ақырет пен дүниенің арасындағы таңдау деп. Сол таңдау егер жасалмаса күмән деп аталады екен. Әлі мен күдікте жүрмін, қайсыны алсам екен деп. Қайсыны алсам екен деп жүрген адамға ұқсайды екен. Сонда пайғамбарымыз Омардың да ертең халифа болатынына мысалы бар оның. Омарға сөзді айтады ғой. Ауа фи шаккин анта ибн ал-Хаттаб. Ей Хаттабтың ұлы, сен әлі күдікте жүрсің ба дейді. Әлі таңдауыңды жасамағансың ба дейді. Хаулаи қаумун. Бұл адамдар, сен айтып тұрған адамдар, міне. Уджилат лахум таййибатукум фи хазихи хаятихим ад-дуnya. Олардың күлді жақсылық бақыттары, сәндерінің бәрі осы дүниеде ертелеп беріліп отыр ғой дейді. Ала тарда анна лахумул дуnya ва лана ал-ахира. Сен риза емессің бе, ей Омар, оларға дүние, біздерге ақырет болғандығына дейді. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның құдіреті жеткен, не бір дүниені жинап алам десе де, алайда дүниеге қызықпау деген нәрсе болған. Ал енді дүние сондай бір ойламаған жерден кеп қалса, соны сол қасындағы адамдарға таратып жіберуге күші керемет жететін. Міне осындай нәрсені күшті деп атайды. Өзінде еш нәрсені ұстамай таратып жіберген. Әйтпесе соны жинай берсе бай болмай ма адам? Міне сондықтан ол қызықты нәрсе болмаған ол кісіге. Міне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға сондықтан иншалла өнеге тұтатын болсаңыз, осы дүние мен ақыреттің арасындағы таңдау мысалы ерекше жасалу керек таңдау. Біз сенен ризық сұрамаймыз дейді. Жердің бет үйіңіздің қасындағы құмырсқаға қараңыз. Сізге мұқтаждық танытамыз ол. Оның күні сізге қарамаған, ана араға қараңыз. Ана 4 түлік малға қараңыз, 4 түлік мал құр үйіңде қасыңда тұрсын деп асырап жүрсің. Әйтпесе оның күні сізге қарамаған ана. Ол сіз үшін семіріп жүр, ол сіз үшін сүт әкеледі. Сіз үшін күйіс қайтарады ана сиыр. Ал о жақтан мысалы жаңағы шөпті алып, тағы артығымен алып келеді. Соны жеп не сізге артық сүт беру үшін да. Сізден ризық сұрамайбыз ғой дейді Алла Тағала айтады. Сондықтан мақсатты түсініңдер дейді Зарият сүресінде де.
мен жындар мен адамзатты тек өзіме құлшылық қылудан басқа мақсат үшін жаратпадым дейді. Қараңыз, басқа мақсат үшін жаратылған жоқсың ей адамзат. Тек ана шайтан алдап әкетті сені. Ата-аналарың діннен бейхабар болған кездерде бала дүниеге келді, түгелі бейхабар болып кетті. Алайда Алла Тағала рахмын алып қайтадан тура жолына қарай адамдарды шақырып жатыр. Көзіме құлшылық қылудан басқа нәрсе үшін, басқа мақсат үшін жаратпадым. Ма уриду минхум мин ризқин. Қараңыздар, жер бетіндегі ешкімнен мен ризық қаламаймын дейді. Мен мұқтаж емеспін дейді. Өйткені ризық деген нәрсе нені білдіреді? Мұқтаждықты білдіреді. Яғни бізге ризық керек, біз мұқтажбыз. Алла Тағала бізге әсте мұқтаж емес. Ол ешкімнен ризық сұрамайды. Ва ма уриду минхум ан ютғимуни. Мен ешкімнен сұрап отқан жоқпын ғой дейді. Мені тамақтандырыңдар дегендей нәрсені. Яғни мен ешкімге ауырлық салып жоқпын дейді. Мен сені жараттым, сен жоқ едің дейді да, сені мәңгі жәннатқа қарай кіргізіп жіберу үшін. Басқа қандай проблема бар дейді. Осы нәрсеге қарай сенетін болсаң, біл мақсатыңды, сен мен үшін жаралғансың дейді. Сол менің хақымды атқарып беретін болсаң, ең бақытты боласың. Мәңгі жәннатта ертең.